Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Құран інжулер дәрісі бүгінгі айтылатын дәріс 23-24 пара бойынша иншалла дәріс жүргіземіз. Бірінші аят, Саффат сүресі 102 аят. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. Мағынасы, құрметті бауырлар, сөйтіп перзенті ержетіп өзінің қасында жүріп қолғабыс көрсетуге әбден жараған шағында, балам, түсімде өзіңді құрбандыққа шалып жатыр екенмін дейді. Бұған не дейсің дейді. Сонда бала жігіт еш абыржымастан, о әкетай, сен өзіңе бұйырылғанды істе, Алла қаласа менің өте сабырлы жандардың бірі екенімді көресің деп жауап берді. Бұл баланың құрбандыққа, яғни Алланың әмірі. Өйткені пайғамбарлардың түсі ол орындалу керек. Ол бір аян, ол бір әмір. Сол үшін Исмаил, баласы Исмаил жас болса да осындай батырлық қылады. Батырлық, яғни сондай бір Аллаға деген өзінің бір итағаттылығын, Алланың әміріне деген бой ұсынғандығын көрсетуінің бір несі, бір дәлелі. Яғни Алла саған не әмір етсе соны орында деді. Яғни бұл Алланың әміріне бой ұсынып өзін өлімге тігіп тұр. Келесі аят, құрметті бауырлар, Сад сүресі 29 аят. Китабун анзалнаху илейка мубаракун лияддаббару аятихи ва лиятазаккару улул албаб дейді. Біз саған осынау мүбәрак Құранды күллі саналы жаратылыс оның аяттарына терең ой жүгіртсін деп, ақыл иелері одан үгіт, өнеге һәм ғибрат алсын деп түсірдік. Құранның аяттарын оқитын болсақ, Құранның аяттарында ешбір қателік жоқ. Құранның аяттарында барлығында бір хикмет бар. Құранның әмірлері, Құрандағы айтылған мысалдар, Құрандағы ғылыми жаңалықтар, Құрандағы үйлесімділік, Құранның тәсілінің еш нәрсеге ұқсамауы, Құрандағы үкім аяттар, Құрандағы жанұялы қарым-қатынас, Құрандағы әдеп, Құрандағы пайғамбарлар қиссасы, Құрандағы болашаққа қатысты әңгімелер, осының баршасы адамды ойландырады, бұдан ғибрат алады, Құранның шынайы ақиқат кітап екеніне, иләхи кітап екеніне кәміл сенеді. Келесі аят, Зумар сүресі 7 аят. Вәлә тазиру вазирату визра ухра. Ешбір күнәһар басқаның күнәсін көтермейді. Яғни біз ешкімнің күнәсін көтермейміз. Яғни ешкім бала әкесі үшін жауап бермейді. Әрине, егер әке балаға дұрыс тәрбие бере алмаса, дұрыс жол көрсете алмаса, әке Алланың алдында жауапқа тартылуы мүмкін. Бірақ бір адам екінші адамның күнәсі үшін жауап бермейді. Сол нәрсені білуіміз керек. Әр адамның өзінің арқалаған жүгі бар. Әр адамның өзінің амалы бар. Әр адамның өзінің есебі бар. Соны білуіміз керек. Келесі аят, құрметті бауырлар, Зумар сүресі 9 аят. Құл хәл ястауи ләзина я'ламуна вәлләзина ла я'ламун дейді. Білетіндер мен білмейтіндердің терезесі тең бе дейді. Яғни бір хадисте келеді, бір ғалымның өлімі дейді, бүкіл бір қауымның өліміне тең дейді. Басқа бір хадисте ғалым мен қарапайым құлдың айырмашылығы мен мен сендердің айырмашылығына секілді дейді. Енді бірінде ғалым күн секілді болса, айналадағы жұлдыздар, жымыңдаған жұлдыздар, ол жай бір адамдар дейді.
Енді шынымен ғалымның деңгейі, әсіресе мынау ақиқатты таныған ғалым. Әр кезде мынау адамның білімі ғылымға терең үңілген кезде ол ақиқатқа апаратын ақиқат. Сол үшін білімді адамдар мен білімсіз адамдар еш уақытта теңесе алмайды. Келесі аяттар, құрметті бауырлар, Зумар сүресі 22 аят. Афаман шарахаллаху садраху лил ислами фахуа аля нурим мин раббихи фавайлун лил қасияти қулубухум мин зикриллахи улайка фи далали мубин. Алла көкірек сарайын исламға айқара ашқан, сөйтіп Раббысынан келген нұрға бөленіп тура жолға түскен жан ендеше Алланы еске алуға келгенде жүректері тастай болып қатып қалған бейбақтар қараң қалсын, олар анық адасуда дейді. Яғни жүректің қаттылығы ол әрине өте қауіпті нәрсе. Яғни адамның жүрегінің жұмсақ болу деген нәрсе адамның құлшылыққа, адамның әр нәрсені сезе білуі, өте терең сезінуі. Ал жүрегі қатты адамдар еш нәрсені сезбейді. Ол мысалы көшедегі мүгедек жанды көрген кезде, көшедегі қайыр сұрап тұрған адамды көрген кезде, көмек сұрап тұрған адамды көрген кезде, біреудің мысалы жылап тұрғанын көрген кезде, қиналып тұрғанын көрген кезде, ондай адамдардың жүрегі оған әсер етпейді. Ал жүрегі жұмсақ адамдар, ол Алланың бір берген нұрына бөленген адамдар. Яғни ол әркез айналадағы құбылыстардан бір ғибрат алады, айналадағы құбылыстардан ол бір сабақ алады, шүкір етеді Алласына. Келесі аят, құрметті бауырлар, Зумар сүресі 53 аят. Қул я ибадиллазина асрафу аля анфусихим ла тақнату мин рахматиллахи инналлаха яғфиру зунуба жамиа иннаху хуал ғафуру рахим. Алланың рақымынан үміттеріңді үзбеңдер, өйткені Алла барлық күнәларды кешіреді. Шүбәсіз ол ғафур, құлдарының күнәлары қаншалықты ауыр болса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді, ерекше мейірімді дейді. Яғни құл я ибади, құлдарым дейді. Ысырапшылдыққа берілген құлдарым дейді. Өмірлерін зая кетірген құлдарым дейді. Қанша күнәһар болсаңдар да, Алланың рақымынан үміттеріңді үзбеңдер дейді. Алланың рақымынан үміт үзу ол мұсылмандықтың белгісі емес. Яғни Алла тағала күнәларды кешіреді. Қандай таудай күнәларды болса да, Алланың мейірімі одан да жоғары. Соны білуіміз керек. Шынайы түрде тәубе еткен адам үшін Алланың мейірімі жоғары. Келесі аят, Ғафир сүресі 60 аят. Aqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina istakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin дейді. Раббыларың дейді, маған дұға етіңдер, сендерге жауап берейін. Шүбәсіз тәкаппарлыққа салынып, маған құлшылық қылуды бойларына шақ көрмейтіндер әбден қор болған күйде жаһаннамға кіреді деп айтады дейді. Яғни біз қандай да жағдайда Аллаға дұға етейік, Алладан сұрайық. Яғни дұғаның 3 қасиеті бар, соны білуіміз керек. Бірінші дұға осы дүниеде қабыл болады, бірінші қасиеті. Екінші қасиеті, құрметті бауырлар, сіздің өміріңізде болуы мүмкін апаттардың, бір қиындықтардың бетін қайтарады. Үшінші қасиеті, ақыретте, қияметте сізге сауап болып қайтады екен. Сол үшін дұға еткен адам еш уақытта ұтылыста емес, ол әрдайым ұтылуда. Сол үшін әркез біз Аллаға дұға етіп жүрейік. Дұғадан шаршамауымыз керек. Аллах ол дұғаны жауап беруден Аллах еш уақытта шаршамайды. Келесі аят, Ғафир сүресі 68 аят. Хуаллази юхи ва юмит, фа иза қада амран фа иннама яқулу лаху кун фаякун дейді. Сондай-ақ өмір сыйлайтын да өлтіретін де бір өзі дейді, бір Алла дейді. Ол бір істің немесе бір нәрсенің болуын үкім қылса, қаласа, оған тек бол деп айтады. Ол бірден бола қалады дейді. Яғни Алланың қалауында шек жоқ. Яғни бүкіл дүние, бүкіл әлем, бүкіл жаратылыс сізге қарсы болса да, Алла егер ол нәрсені қаламаса, ол еш уақытта болмайды. Сол секілді бүкіл әлем сізді қолдап, қолпаштап тұрса да, егер ол нәрсені қаламаса, ол да жүзеге аспайды. Сол үшін Алланың күн фаякун әміріне біз тәуелдіміз. Келесі аят, құрметті бауырлар, Фуссилат сүресі 33 аят.
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ дейді. Ел жұртты Аллаға оның хақ жолына шақыратын һәм өзін әрі қоғамды түзетуге бағытталған игілікті істер істейтін әрі мен шын мұсылманмын деп жар салған жанның асқан сөзі жақсы сөз бар ма дейді. Яғни мынау сөздердің ішіндегі ең хайырлысы мынау адамды дінге шақыру. Яғни егер бір адам сіздің себебіңізден дінге кіретін болса, яғни ислам дінін мұсылман болатын болса, одан сізге одан асқан бақыт жоқ. Соны білуіміз керек. Яғни ол мынау Аллаға шақырған сөзден, Алланың дінін насихаттаған тілден артық насихат жоқ. Насихаттың да түрі өте көп. Құранмен насихаттаймыз, хадистерді айтып насихаттаймыз, ізгілердің өмірбаянын, әсіресе пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям өмірбаянын айтып насихаттаймыз. Яғни әр адамға деңгейіне сәйкес, жағдайға сәйкес насихаттың түрі бар. Оны хикметпен жеткізу түрі бар. Сол нәрсеге мән берсек. Келесі аят Фуссилат сүресі 34-ші аят. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Жақсылық пен жамандық бірдей болмайды дейді. Сен жамандықтың қарымын қолынан келген ең керемет жақсылықпен қайтар. Сонда өзіңе қас дұшпан болған адамның жан досыңа айналғанын көресің дейді. Қандай керемет аят. Қазақта сөз бар, таспен атқанды аспен ат дейді. Кей кезде кейбір адамдарға мысалы істеген нәрсесін қайтадан істейтін болсаңыз, жауап беретін болсаңыз, одан еш нәрсе шықпауы мүмкін. Керісінше, егер ол адамның істегеніне сіз жақсылықпен қайтарған болсаңыз, кей жағдайларда, енді ол жағдайға байланысты, ондай уақыттарда керісінше ол сіздің ең бір жақын досыңызға айналуы мүмкін. Яғни Алла тағаланың сондай бір хикмет берген құлдары бар. Яғни осындай жағдайларда өзіне бір дұшпан болып тұрған адам, дұшпандық ойлап тұрған адамды, қастық ойлап тұрған адамдарды осындай бір жақсылық жасау арқылы керісінше өзіне тартып, яғни өзінің бір нағыз досына айналдыру мүмкін. Бұл енді әрбір адамға Алланың берген бір хикметі, Алланың берген бір нығметі. Яғни сол үшін бұл жерде бұл аяттың мағынасы саған қаншалықты бір жаман ойлап тұрған адамға дейді, егер бір жақсылықпен қайтаратын болсаң, ол сенің досыңа айналғанын көресің дейді. Сол үшін жаңағыдай ол сөз айтылған сөз емес, таспен атқанда аспен ату. Жамандыққа кей кезде жақсылықпен қайтарып жауап беретін кезде адам түсінбейді. Яғни ол сізден жамандық күтіп тұрады. Ол жаңа оттың көсеуілуін күтіп тұрған кезде отқа су құя салған секілді болады. Қайтадан өзіне оралып, өзіне қайтып, сізге басын иіп кешірім сұрағанын сіз куә болар едіңіз. Келесі аят, құрметті бауырлар. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدِ дейді. Кім жақсылық жасаса, өзінің пайдасына, сондай кім жамандық жасаса, өзінің зиянына. Раббың құлдарына әсте зұлымдық жасамайды. Яғни сіздің жасаған жақсылығыңыз ол өзіңіз үшін. Оққан намазыңыз, құлшылығыңыз, салған мешітіңіз, берген садақа, ихсан амалдарыңыз, зекетіңіз, бәрі сіз өзіңіз үшін. Яғни оны біреуге айтудың, біреуге себеп қылудың, біреудің алдында өзіңізді жоғарылатуыңыздың қажет жоқ. Яғни сіз Алланың берген нәрсесін Алланың жолында жұмсап жатсыз. Сіз адами тұрғыда адами істі істеп жатсыз. Ол бір өте жаңағыдай бір ол таңғалатын іс болмау керек негізінде. Ол сіз әрбір адам істеу керек нәрсені істеп жатсыз. Алла баршамызға разы болсын.